күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін өте дәмді және де тез дайындалатын салат жасайтын боламыз. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Ең алдымен біз бір қиярды алып, екі шетін кесеміз де ортасынан бірде ғып бөліп, жіңішке ғып тураймыз. Сіздер өз қалауларыңызша турасаңыздар болады. Кубиктеп немесе соломкалап. Туралған қиярды ыдысымызға салып аламыз. Енді бізге редиска керек болады. Редисканы да дәл солай турап аламыз. Редисканы да ыдысымызға саламыз. Енді бір дана қызанағымызды алып, қызанақты да дәл солай тураймыз. Енді оның үстінен екі жұмыртқаны жіңішке ғып турап алып, жұмыртқаны да ыдысымызға саламыз. Енді жуылып тазаланған аскөкті турап алып, аскөкті де саламыз. Аскөк міндетті емес. Енді оның үстіне тұзымызды қалауымызша 3 ас қасық консервідегі жүгеріні, 2 ас қасық майонезді салып араластырамыз. Мына қыздар, біздің салатымыз дайын болды. Енді салатты тарелкаға салып, дастарханға қоя берсеңіздер болады. Қыздар, менің каналыма тіркелмесеңіздер, тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Соңына дейін видеоны көріңіздер. Рахмет.